Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге қысқа дайындық жасаймыз, яғни өріктен тосап дайындайтын боламыз. Ол үшін осы видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен өріктерімізді тазалап, жуып аламыз. Суын төгіп тастаймыз. Сүйектерінен ажыратамыз. Менде 6 килограмм өрік. Әр килограммға 700 граммнан қант қосатын боламыз. Өріктеріміз дайын болды. Дайын болған өрігімізді ыдысымызға жайғастырамыз. 3-ке бөліп салатын боламыз. Әр бөлігін салған кезде үстінен қант қосып отырамыз. Осылай өрік пен қантты кезек-кезек салып отырамыз. Ең соңғы бөлігін салған кезде қантымызды көбірек, бетін толықтай жабатындай етіп, көбірек салатын боламыз. Ал енді бетін жауып 6-7 сағат немесе бір түнге салқын жерге қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай суы шығады. Ешқандай да су қоспаймыз, өзінің суы осылай шығу керек. Ал енді орта отта қайнатамыз. Бірінші қайнаған кезде көбігін аламыз. Және де 5 минут қайнап шыққан соң суытамыз. Толық суыған соң екінші рет тағы да қайнатамыз. Тағы да 5 минут қайнатып суытамыз. Тосап езіліп кетпеу үшін орта отта 5 минут қайнатсақ жеткілікті. Мен 10 минуттан көбірек қайнаттым, өйткені менің балаларым езіліп піскен тосапты ұнатады. Үшінші рет қайнап шыққан кезде 5 минут қайнатып жабатып боламыз. Осымен тосап дайын болды. Стерилденген банкаларымызға құйып, жауып тастаймыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Менде 6 килограмм өріктен 8 литр тосап шықты. Осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.